Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақтың ұлттық тағамы хан бауыр дайындаймыз. Бауырдың терісін сылып алу үшін алдымен жарты сағатқа салқын суға немесе сүтке салып қоямыз. Содан соң видеодағыдай беткі қабатын сылып аламыз. Енді орташа көлемде ұзынша етіп кесеміз. Бауырға тұз, бұрыш және де үккіштен өткізілген сарымсақты қосып 15-20 минутқа тұздап қоямыз. Енді маринадталған бауырымызды қартаның ішіне ұзынша етіп салып толтырамыз. Қартадан жағымсыз иіс шықпас үшін бір күн бұрын тұз, бұрыш, ұсақтап туралған 2 пияз және де жарты лимонның шырынымен араластырып бетін жауып қоямыз. Лимон шырыны мен пияз қартаның жағымсыз иісін кетіреді. Егерде қартаңыз ұзын болса, видеодағыдай 2 бөлікке бөліп, 2 жағынан жіппен байласаңыз болады. Қартаны кеспес бұрын 2 жақтан жіппен байлап, ортасындағы бауырды 2 жаққа бөліп, жіппен байлап алған соң, кессеңіз оңай болады. Хан бауырды суда немесе мен сияқты буда пісірсеңіз болады. Суда пісірсеңіз майының көбісі шығып кететін болғандықтан мен буға пісіріп алдым. Егерде суда пісірсеңіз 1,5 сағаттай уақыт кетеді. Ал буда 2 сағат, содан соң бауырдың иісі шыға бастаған кезде 10 минут бұқтырып, содан соң ала берсеңіз болады. Себебі бауырды көп пісірсеңіз қатып кететінін ескергеніңіз абзал. Дайын болған хан бауырдың қасына пияз қосып, ыстық күйінде ұсынсаңыз болады. Хан бауыр тағамы салқын күйінде де өте дәмді болады. Сондықтан стөлге салқын тағам немесе ет асқанда еттің арасына қосып пісірсеңіз де өте керемет. Хан бауыр тағамы ұмытылған тағамдардың бірі болғандықтан көп адам біле бермейді. Осымен біздің хан бауыр тағамымыз дайын. Наурызда менімен бірге болып, ұлттық тағамдарды бірге дайындаңыз. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Келесі көріскенше сау саламатта болайық.